Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен творожный заливной пирог жасап үйренетін боламыз. Ол үшін таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Кейін дәм беру үшін аздап тұз себеміз және қантымызды өлшеп салатын боламыз. Миксердің көмегімен жақсылап шайқаймыз. Қантымыз толық еру қажет. Және массамыз видеода көріп тұрғандарыңызда 2-3 есеге дейін әппақ болып көтерілу қажет. Әппақ болып көтерілгеннен кейін барып бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды саламыз. Тағы да жақсылап миксермен шайқап алатын боламыз. Ендігі кезекте електен өткізілген ұнымызға бір шай қасық қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель салып, жақсылап ұнмен бірге араластырып аламыз. Кейін осы ұнымызды жұмыртқа массамызға 2 бөліп салып, толықтай жұмыртқамыз, ұнымыз араласқанша миксермен араластырып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңызда бізде осындай қою қамыр болып шығу қажет. Қамырымызды бір шетке ала тұрып, енді начинкасын жасауға кірісетін боламыз. Начинкасында өзімізге ұнайтын кез келген творогты қолдансаңыз болады. Үй жағдайындағы творогты пайдалансаңыздар да болады. Творогқа жұмыртқамызды, қантымызды, қалауыңызша ванильні қантымызды дәмін беру үшін қосып салып аламыз. Кейін жақсылап араластыратын боламыз. Мен бұл жерде блендермен араластырдым. Егер блендер болмаса, вилканың немесе миксердің көмегімен де ұсақ қылып етіп алсаңыздар да болады. Енді осының үстіне біз қаймақ салатын боламыз. Қаймағымыз қою 20-15% қаймақ болу қажет. Егер де сіздің творогтарыңыз қою болған жағдайда, тағы да бір жұмыртқаны салсаңыздар болады. Және бір ас қасық міндетті түрде кукурузный крахмал қосатын боламыз. Кукурузный крахмал массамыздың қою қылу үшін қосылатын болады. Енді осыны жақсылап бір келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Мен осындай 4 бұрышты форманы пайдаланатын боламын. Негізі домалақ форманда жасасаңыздар болады. Домалақ формада 28 диаметрлік формада жасасаңыздар болады. Одан кіші формаға жасасаңыздар да болады. Сонда пирогыңыз биік әдемі болып көрінеді. Менде бұл жерде 26-лық үлкен 4 бұрышты форма. Қамырымызды саламыз да осылай қасықтың көмегімен тегіс етіп жайып шығатын боламыз. Қамырымыз жұқа деп уайымдамаңыздар, көтеріледі, піскеннен кейін үлкейетін болады. Осылай бір келкі етіп жайып шығып, үстіне творожный начинкамызды құятын боламыз. Оны да тегіс етіп жайып аламыз. Кейін үстіне өзіңіз қалауыңызша кез келген жеміс жидекті салсаңыздар да болады. Мен бұл жерде смородинаны пайдаланатын боламын. Менде замороженный болғандықтан үстіне крахмал қосып араластырамын. Егер де свежий салатын болсаңыздар, крахмал қоспасаңыздар да болады. Бұл жерде крахмал қосқан себебім суы ағып кетпес үшін. Осылай барлық бетіне жететіндей етіп салып шықтым. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30-30 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Осындай бізде әдемі, жұмсақ, дәмді творожный пирогымыз дайын болып шықты. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер де жасап жатсаңыздар, бізбен бөлісуді ұмытпаңыздар.